бір топ ұшушылар үлкен теңіздің үстінен ұшып өтуді жоспарлайды. Бірақ олар теңіздің қақ ортасына келгенде, олар толықтай базамен байланысты жоғалтып алады. Оған қоса ауаның суып кетуі мен жанылғы майының азаюы оларды алаңдата бастайды. Басқа елдің диспетчермен байланысады, бірақ олар көмектесуден бас тартады. Командир артық жүкті және снарядтарды тастауды бұйырады. Ақыр соңында амалсыз қалған ұшушылар суға, яғни теңізге қонуға мәжбүр болады. Олар барлығы жүзуді білмейді. Суға батып жатқан пилотты көріп, бір-біріне көмектесуді бастайды. Желге толған қайыққа амалдап әрең дегенде мініп алады. Таң атады, аш қалған олар не істеу керек екенін білмей, қорыққандан айқайлай бастайды. Олар аспандағы ұшаққа айқайлайды, бірақ оларға ешкім көмектеспейді. Олардың даусын ешкім естімейді. Командирі кімде не бар екенін ортаға шығаруын талап етеді. Осылайша не істерін білмеген ұшушылар қармақ жасайды. Олар қармақ арқылы балық ұстап жеуді жоспарлайды. Олардың біреуіне суға түсуін айтып, суға секіреді. Сол кезде қасындағы достары суда акула барын ескертеді. Ол бірден артына қайтады. Амалын таппаған олар қармақ жасап суға салып отырады. Арадан 5 күн өтеді. Олар сусыз, тамақсыз қалып қояды. Көздеріне елестер көріне бастайды. 6 күн олар ойлану керек екенін айтып, қолдарында бар заттармен карта сыза бастайды. Қолдарына бар затпен желмен судың бағытына қарай жүретін желкен ойлап табады. Уақыт өте түнде аспаннан жаңбыр жауғанын байқап, қайыққа жиналған суды тойғанша ішіп мәз болып өте қуанады. Ертеңіне балық ұстауға әрекет жасайды, бірақ балық емес, акула ұстап алады. Барлығы бір жерге жиналып акуланы жей бастайды. Осылайша олар балықты алдағы күнге жоспарлап, сақтап, бөліп қояды. Арада уақыт өте келе, әлгі акуланың қаны қайықтан суға тамады. Оны сезген барша акулалар сол маңайға жиналады. Тағы да балық ұстауды ойлап, қолын суға салады. Сол кезде оның қолын акула келіп тістеп алады. Сосын қорыққаннан тыныш отырады. Таң атады, олар қалған суды аз-аздан ішіп алады. 15 күн келіп жетеді. Қайыққа бір шағала келіп қонады. Оны олар атып өлтіреді. Аш командир суға бірден секіреді де әлгі шағаланы әкелгісі келеді. Ал ол жерде үлкен акула болады, бірақ командир қашып құтылады. Олар әбден ойланып қалады. Осы жерде акулаға жем боламыз деп қорқады. Арадан 29 күн өтеді. Аяқ киімдерін кесіп, ескек орнына пайдаланып жүзе бастайды. 30 күн олар алжи бастайды. Әр нәрсені есіне алып сандырақтай бастайды. Кешке қарай жаңбыр жауып, жел бола бастайды. Олар бұл дауылды желде аман қалмауын ойлап қорқа бастайды. Сол аймақта өліп кетеміз деп ойлайды. Сол кезде командирі суға түсіп кетеді. Су олардың қайығын аударып жібереді. Бірақ олар әрең дегенде аман қалады. Таң атады. Олар әлсіреп, шамасы қалмаған еді. Көздеріне сүйіктілері елестеп сандырақтай бастайды. Уақыт өте жер көрінеді. Олар қуанып айқайлайды. Бар күшімен әрекет жасап жүзе бастайды. Желдің көмегімен су көтеріліп, олар жағалауға жетіп алады. Олар сол жерде өмір сүре бастайды. Осылайша бір топ теңізде қалып кеткен жолаушылар аман қалады.